бізде келе жатырмыз медиада постыден шыққанда осы маслихатты депутатпын, оның бәрі қоғамның жұмысы жаңағы мынау қазақ кетеді. Себебі қанша жыл финполда болдым, неде болдым, налогыда болдым, салық жинап жүріп, салық жинап жүргенде жолда болатын. Енді салықты білесіздер ғой, орындалмаса оны қоймайды. Сондықтан жаңағы енді қазір айтып жатырмыз. Жаңағы мынау қоғамдық жұмыспен осы Түркістанға 10 рет келіп, 10 рет кетеміз мысалы жаңағы сонда енді араласып кішкентай осы не дейді мынау елімізге әрқайсыларыңызға зор денсаулық тілеймін. Балалар өздеріңіз шығара беріңіздер сол әр спорттың түрінде. Сол амандық тілеймін отбасыларыңызға. Жаңағы ынтымақ, бірлік деген өзіміздің бір қағида бар. Сондықтан жаңағы мына бір үлкен ауқымды болып кездесеміз ғой деп мен соны сіздерге айтайын деп отырмын. Алла қаласа. Амандықта жүздесін. Кәсіподақ саласының өркендеу жолындағы адал қызмет үшін еңбегіңіз жақсы. Онда сіздің алып келген екінші келіншек осы Шаянның бұрын мен жұмыс істеген жерде істейтін жігіт кешігіп отыр, профсоюздың председателі жақта. Қазір келеді. Этаж таппай жүр деймін. Оған дейін біз отыр. Құттықтарыңыз өткен шығар бізді? Кәсіподақтың мінез бір. Көргеніме қуаныштымын біріншіден бәріңізбен бүгінгі. Мереке құтты болсын, Құдай қаласа, әрине бірлік болсын. Осы еңбектің еленгені өте тамаша ғой. Ары қарай жұмыс істеуге мотивация болады. Сондықтан үлкен рахмет. Осылай елеп біздің спорт саласына өз үлесін, спортымыз дами берсін деймін. Сіздердің еңбектеріңізге жеміс әрқашан. Және осы сәтті пайдалана отырып, мынау Түркістан облысының спортшылары мен спорт саласындағы қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы, өзіміздің әріптесіміз Шадияр ағаны Түркістан облысы дене шынықтыру спорт басқармасының алғыс хатымен марапаттауға алғыс хат Түркістан облысының спортшылары мен спорт саласындағы қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігі. Құрметті Сүлеймен Бағдат Пернебекович, жасөспірімдердің арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру мен олардың денсаулығын нығайтып, өнегелі тәрбие беріп, олардың бойында қайсарлық, спорттық шеберлік пен жеңіске деген құлшынысын арттыра отырып, жарыстарда топ жаруына, жеңімпаз атауына қосқан үлесіңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Айналарына сенімдімін. Сіздің отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, шәкірттеріңізбен бірге жетістіктерге жете беруіңізді тілеймін. Бағдат бар ма? Мекемелеріңіз уақытылы осындай ұсыныс беріп тұрса, біз әр мерекелердің алдында көмектесіп тұрамыз. Алфавит бойынша жүреді ғой? Иә. Бірақ енді арамызда жалғыз отырғаннан кейін бірінші Жазирадан бастап жүрейік. Жазира білесіздер. Спортты дамытып қосқан үлесі үшін медальмен марапатталады. Рұқсат болса. Бұлардың бәрі тек қана әзілдесіп қалса болды ғой. Мен қызмекен білмейді ұқшаймын. Отчество Саяжанымна ғой енді. Шадиярымна ғой деген ғой. Рахмет. Мемлекеттік наградаға қарағанда осы қоғамдықке мықты болады. Мемлекеттіктен алдым деп ол енді қоғамдықтен алмауға болады. Ортадан кетпеу. Айтуған Раматулла. Кәсіп істегендер білмеген адамдар ғой медаль тағатын. Айтпаған. Бұлар айтса мен медаль алып беретін ем ғой.
Әлі кешіміз. Оны знает. Фирмалар енді разговариваться. Бізде неге байқап жүрсеңіз кетеді. Жақсы істеді. Жеңіл болып жетті, ауыр еді. Құрмет орденіне жақында тұрып. Өзі қиған. Өзі қиған. Қанша бәрін салып кетті. Өзі Охотник қуып жүреді ғой да? Еще надо. Простоквашино. Еще фотограф, что вот это еще надо. Полгода будет бегать за Он пожалуйста. Да. Удастся верно. Ben sana bir ay bilmeyeyim. Ağasının da değil. Gönlünü salın. Zeri nokta o kızım beni galası. Söz var. Kaskın boyu karşısın diye Дзержинский сияқты да что-то. Ой, Газиев, Абай. Они говорят, у нас Түркістандықтар Мынау кәсіподақ деген бұл жекеше ұйым дербес, оған әркім өзінің еркімен, өзінің қалауымен әр ұйым кіреді. Сол мынау 2016 жыл дедім ба? Осы ашылды, оның басқасында бәріміз болдық. Өздеріңіз білесіздер, спорт саласының жұмысшыларының, қызметкерлері, спортшыларының кәсіподағы болмаған. Сол кәсіподақта ашылып, бұл кезде жаңа айтып кеттіңше тарихын. Одан кейін барлықтарыңа белгілі білім саласында бар, ауыл шаруашылықта бар, шахтерда бар, біздің спортта үлкен сала. Әзір облысымызда 70-80 мекеме бар, 90 мекемен 104 мекеме бар. 104 мекеме бар. Бұл үлкен сала. Болатын қызмет жасап жүрген жігіттер өзіміздің осы салаға жұмысқа кіреді. Жаңағы шартқа тұрып, сол мекеменің бәрі кірсе, бұның бәрі ойыншық болады, әзір 27 мекеме бар екен. Ол деген түк емес. Шәкерт тағы, сөйле қызметтерге айтайын деген спортшыларымызды, сонда қызмет істеп жүрген кәдімгі әшейін барлықтар кемелерді біраз жерде жиналып, 30-40 адам отырмыз. Бәріміз бар мекемеге осы арғарап жүргізу үшін әрине мекемеге қойып. Сондықтан да тағы да қайталап, кәсіподақ деген бұл жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы көпір. Бұл ертең мықты неміз болса, кәсіподағымыз соның ішіне бір жақсы үйрей салу керек. Біз жүгіріп барып, құқық қорғау органына барып, арыз жазғанша осы кәсіподаққа келіп жағдайын шешіп беріңіз жұмысшымен, басқармамен десең, сол кезде келісім түрінде бәрі шешіледі. Жұмыстың бәрі жаңағы сотпен, айқаймен, шумен бітпеу керек. Осы кәсіподақ болу керек біздің ортада. Рахмет. Сондықтан осы жұмыстар қарап жатырмыз.
Құрметті Еке, мынау бүгін Шайдар бауырымыз төраға керемет іс-шара өткізіп жатыр. Баршамызға құтты болсын. Құрметтеріңіз қаласында еңбектеріңіз еленіп жатыр ғой. Алдағы уақытта да қызықты да қиын әдемі жұмыс жасап жатыр. Сол спорт саласында Құдай қаласа шәкірттеріңіз өздеріңізді жақсы жетістіктермен қуата берсін. Қала беруімізді қуанып, осы Түркістан облысының дамуына үлестеріңіз қоса берген ойлаймын. Енді мереке құтты болсын. Басқару осы қой, Түркістан облысының кәсіподақ қарамағындағы қызметкерлерді, жұмысшыларды, солардың құқығын қорғау ғой. Биліктің алдында. Сол жұмыстар біздерге табыс тілеймін. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын.